And now you must draw your favorite animal from our zoo. Оқушылар, бүгінгі біздің хайуанаттар бағындағы сізге ұнаған бір жануардың суретін саласыңыз. Қай жануар ұнады, сол жануардың суретін салуыңыз керек. Ең алдымен менің сүйікті жануарым деп ағылшынша жазасыз. Міне үлгіде беріліп тұр. My favorite animal, менің сүйікті жануарым, is a дейсіңіз де сары сөздің орнына жануардың атын жазасыз. Monkey, bear, giraffe, wolf, қайсысы ұнайды сізге? Соның атын жазып, сол жануардың суретін салуыңыз қажет. Міне үлгіде мен көрсетіп қойдым, қазір көріңіздер, тамашалаңыздар. My favorite animal is a giraffe. Менің сүйікті жануарым керік. Немесе my favorite animal is a bear. Менің сүйікті жануарым аю. Не аюдың суретін салсаңыз болады, оңай. Қиын салмай қойыңыздар, я оқушылар, өзіңізге оңайын таңдаңыздар. My favorite animal is a tiger. Менің сүйікті жануарым жолбарыс. My favorite animal is a wolf. Менің сүйікті жануарым қасқыр. Осы 5 жануардың біреуін саласыңыз, оқушылар.